Нұрай, біз екеуміз біздің ата-бабаларымыздан қалған дәстүр мұрасын, киіз басу өнерін көрсететін боламыз. Ол үшін бізге не қажет? Жүн, сабын, су, маркер, қайсы, жұқа мата, қалың мата. Жақсы. Онда ендеше бастайық, иә? Алдымен жүнімізді жұлып, ақырын бір-біріне көлденең қоямыз. Суымызды алып, суымызбен бүркейміз. Енді соғамыз. Бұны қазақта дәстүрде білек басу деп айтады, яғни оны білікпен басқан.